Сәлем достар. Сәлем достар. Қош келдіңіздер біздің YouTube каналға. Сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы және Амантұр Алина Амантұр. Сәлем достар, бүгін біз теңдеуді құру және интерпретация жасау деген үлкен курсымызды бастаймыз. Теңдеулер математикада басты рөл атқарады. Бұл курста біз осы теңдеулердің түрлерін, олардың шешу жолдарын, негізгі мәселе олардың құру принциптерін қарастырамыз. Кез келген проблема, мәселе шешуде оның математикалық модели құрылады. Бірінші математикалық модельге дейін пәндік есептің қойылу құрылады, одан кейін екінші математикалық есептің қойылу құрылады. Пәндік есептік қойылуда осы проблема мәселенің түрі анықталады, сосын қандай заңға жататындығы анықталады. Мысалы, биологиялық жүйелерді зерттеуде, мысалы адамның ағзасының метаболистік процестерді зерттеуде, яғни зат алмасу процесі, энергия алмасу процесінде кинетикалық теория бар, кинетикалық заңдар бар. Осы химиялық реакциялардың жүргізілуін, қалай өтілуін уақыт бойынша. Осы кинетикада закон действующих масс деген бар. Осы закон действующих массқа негізіліп, осы заңға негізіліп, әртүрлі кинетикалық теңдеулер құрылған. Бұл теңдеулер адам ағзасындағы осы ішкі процестерді зерттеуге арналады. Бұл бірінші мәселе. Пәндік есептің қойылуы. Одан кейін барып математикалық есептің қойылуы жасалады. Математикалық есептің қойылуында біз осы анықталғаннан кейін осы мәселелер біз нақты қандай теңдеудің түрімен шешеміз, соны анықтаймыз. Алгебралық немесе дифференциалдық, немесе логикалық, немесе тағы басқа. Одан кейін бар біз сол осы кіріс пен шығыс айнымаларды, параметрлерді бір-бірімен байланыстырып, біріктіріп, олардың тәуелділігін, олардың қатынастарын анықтаймыз. Бұл уже математикалық модель болып саналады. Математикалық модель біздің осы курстың негізгі басты мәселесі болып табылады. Енді теңдеуді құру қиын ба, оны шешу қиын ба деген сұраққа жауап берейін. Әрине, есепті құру бұл формалды емес кезең. Бұл жерде нақты заңда, нақты әдістер, мысалы математикалық мынау вариациялау әдісі бар дейді, Эйлер әдісі бар. Ол нақты әдіс деген жүрмейді. Бұл жерде адамның біріншіден тәжірибесіне байланысты, екіншіден оның осы проблеманы терең түсінуіне байланысты және оның логикасына байланысты. Оның логикалық қабілетіне байланысты, әр маманның. Сондықтан бұл әркімнің өзінің бір ерекшелігіне байланысты проблема қойылады. Келесі мәселе, осы проблема қойылған ол дұрыс па, бұрыс па? Бұл да маңызды. Неге? Себебі, егер біз проблеманы есептің қойылу дұрыс қоймасақ, математикалық модель дұрыс болмаса, яғни теңдеу дұрыс болмаса, адекватты болмаса, онда оны шешудің қажеті жоқ. Ол шешілгенде дұрыс нәтиже бермейді. Сондықтан мен өте үлкен басты назарды осы есептің қойылуына бөлемін. Одан кейін бұл есептің қойылуын біз интерпретация жасауымыз керек, яғни түсіндіруіміз керек. Неге бұл дұрыс, неге бұрыс? Оны әдетте графиктік түрінде интерпретация жасайды. Біз көзіміз жеткіземіз, ол логикаға жақын болу керек. Өмірге, реал өмірге жақын болу керек. Ал ендеше кеттік.
Сабағымызды бастаймыз. Теңдеу құру және оның интерпретациясы. Сабақтың жоспары: бірінші теория, одан кейін практика, одан кейін технология. Теориялық ұғымдар. Бұл есептің қойылуы беріледі және есеп шарты. Осы есептің шарты бойынша оның математикалық моделін құру керек, яғни есептің қойылуын құрамыз. Есептің моделі теңдеу түрінде сипатталады. Теңдеуді құру және шешу жолдарымен танысамыз. Сосын параметрлер мен айнымаларды енгіземіз. Белгісіздерді табамыз, теңдеудің түбірін табамыз. Сосын белгілі бір шешу әдісін қолданамыз. Есеп дегеніміз не? Есеп ол проблемалық жағдай, мәселе болып табылады. Математикалық модель ол осы проблемалық жағдайдың математикалық формула, заң, ереже арқылы берілген жуық сипаттамасы. Есепті қою керек және оны шешу керек. Есептің қойылуы дегеніміз ол есеп шартын кіріс-шығыс берілгендер арқылы формалды сипаттама жасау. Есептің қойылуы әдетте күрделі болып табылады. Бұл формалды емес, ол тәжірибе зерттеушінің тәжірибесіне, логикалық ойлауына және терең түсуіне байланысты. Есеп шешу одан оңайырақ, себебі ол дайын формалды нақты әдістер бар, сол әдістердің біреуін таңдап орнына қоямыз. Есеп және оның математикалық моделі мына 4 кезеңнен тұрады. Бірінші, математикалық модель жасалады есептің шарты бойынша. Одан кейін сол математикалық модель белгілі бір теңдеу түрінде әдетте сипатталады. Сол теңдеуді шешуіміз керек. Белгілі бір метод немесе әдіс қолданылады. Одан кейін осы әдістің алгоритмі құрылады. Әдістің алгоритмі, яғни ол есепті шешу жолы немесе тәртібі. Сосын сол алгоритм бойынша нақты бір тілде, Python немесе C немесе Pascal, сол тілде программасы құрылады. Бұл автоматтандыру технологиясы болып табылады. Программа біздің жұмыс еңбегімізді жеңілдетеді. Математикалық модельдің түрлері. Математикалық модель жалпы функционалды болуы мүмкін, немесе құрылымдық болуы мүмкін. Функционалдық модель бұл қарапайым модель. Бұл кіріс пен шығыс беріледі. Оның операторы, функциясы белгісіз. Бұл қара жәшік деп аталады. Бұл модельдер көбінесе осы модель жиі қолданылады. Мысал ретінде беріліс функцияны табу керек. Бұл белгісіз болады. Регрессиялық теңдеуін табу керек. Функцияның, мысалы, кіріс пен шығыс беріледі, оның регрессиялық теңдеу немесе корреляциялық теңдеуін табу керек. Бұл жерде жад жоқ, ешқандай күй сақталмайды. Екінші модельдердің түрі құрылымдық. Бұл одан күрделірек, себебі бұл жерде жад бар. Бұда да кіріс пен шығыс беріледі, бірақ мынау қара жәшіктің ішінің бір құрылымы күрделі болады. Мына жерде ешқандай құрылым туралы мәлімет жоқ. Мына жерде әрбір күй белгілі бір жадтың ұяшығында сақталады. Сондықтан мынау күрделірек, бірақ бұл басқару есептерінде именно осы қолданылады. Мысал ретінде күй кеңістігіндегі модель MIMO дейді, many input, many output модель. Бұл жады бар автоматқа жатады. Енді шешу әдістері қандай? Жалпы екіге бөлінеді, ол аналитикалық және эксперименталдық. Эксперименталдық әдістер үлкен қаражат, үлкен зертхана, лаборатория, шеберхананы қажет етеді. 18 ғасырда, 17 ғасырда Ом, Кирков, Ньютон, тағы басқа көп ғалымдар осы экспериментал әдіс қолданған, қазір де қолданады. Бұл әдістерге әдетте регрессиялық теңдеулер алу, корреляциялық теңдеулерді алу, беріліс функциясына анықтау және тағы басқалар жатады. Ал қазір заманда әрине кез келген адамның қолында мынандай
шеберхана болмағандықтан, зертхана болмағандықтан, лаборатория, қондырғылар, приборлар болмағандықтан амал жоқ, ол имитациялық моделін жасайды белгілі бір программалық пакеттер арқылы. Ол аналитикалық әдістер. Аналитикалық әдістер ол алгебралық теңдеулер, дифференциалдық теңдеу, логикалық теңдеулер және тағы басқа теңдеулерді шешуге негізделеді. Қолмен де шешуге болады, ол ескі заманда. Қазіргі заманда ол имитациялық программаларды қолданамыз, сандық әдістерді қолданамыз және тағы басқа. Сөйтіп, мынау екі әдіспен де шешсек, бір проблеманы зерттесек, ол тіпті жақсы. Аналитикалық жолмен зерттеп, теңдеуді шешіп, аналитикалық теңдеуді, мысалы алгебралық немесе дифференциалдық. Сосын оның тәжірибе жүзінде ол эксперимент қойып, сол эксперименттің регрессиялық теңдеуін анықтап, кейін сол екеуінің нәтижелерін аламыз ғой, сол екі нәтижені салыстырсақ, өте күшті болады. Сапалы зерттеу болады. Теңдеу дегеніміз не? Теңдеу ол құрамында мәнін табу керек болатын әрпі бар теңдік. Мысалы ретінде екі функция, f от x және g от x. Екі функциясының ортасында теңдеу бар, теңдік бар. Егер мына жерде теңсіздік болса, мына жерде, онда ол теңсіздіктер жүйесі болар. Мына жерде мысалы теңдік. x1, x2-лер олар белгісіздер. Теңдеуді шешу дегеніміз ол оның барлық түрлерін табу немесе оның бірден бір түбірі болмайтындығына көз жеткізу. Біз немесе теңдеудің шешімі бар, немесе болмауы мүмкін. Ол кезде біз нақты көзіміз жеткізуіміз керек, ол теңдеу, ол шешілмейтін. Одан кейін теңдеуді тура санды теңдікке айналдыратын әріптің мәнін теңдеудің түбірі деп атаймыз. Біздің мақсатымыз осындай теңдеудің түбірін анықтау. Теңдеудің түрлері қандай болуы мүмкін? Алгебралық, дифференциалдың өзі екіге бөлінеді, үзіліссіз және дискретті. Үзіліссіз ол аналоговый сигналдар, аналоговый процесстер, дискретті ол дискрет немесе сандық, цифровой сигналдармен сипатталатын теңдеулер, құбылыстар дифференциалдық теңдеумен сипатталады. Және оған қарсы интегралды теңдеу. Белгілі бір аралықта интегралдық, екеуі бір-біріне қарама-қарсы амал. Одан кейін логикалық теңдеулер болуы мүмкін, ол анық логика немесе анық емес логика. Нечеткая логика дейді, немесе функционалдық теңдеу. Мен мына жерде әдейі айтып жатырмын, теңдеу ол математикалық модель болып саналады. Кез келген теңдеу құрсақ, оны адекватты соған жетсек, онда ол математикалық моделін алдық деп айтуға болады. Мысал ретінде мынау Ом заңы, ток күші. Ом заңы, Ом деген неміс ғалымы электр тізбегіндегі токтың өтуін, токтың жүруін сипаттайтын заңды тапты. Ол ток күші тең болады тура пропорционал кернеуге және кері пропорционал кедергіге. Осы теңдеуді ол эксперименталды түрмен алды. Одан кейін ол аналитикалық түрде есептеп көрді, сөйтіп екеуін салыстырып. Сондықтан Ом бұл электротехниканың негізін қалаушысы деп саналады. Теңдеуді құру дегеніміз ол математикалық модель құру деген сөз. Екеуі де ұқсас. Есептің шарты бойынша теңдеу құру дегеніміз ол есепте пайдаланылатын параметрлер мен айнымалардың арасындағы математикалық тәуелділікті, яғни қатынасты анықтау әрекеті. Осы әрекетті теңдеу құру дейді. Теңдеу құру, мен айттым жаңа, өте күрделі және өте маңызды кезең. Теңдеуді құру үшін қандай қасиет болу керек бізде, зерттеушіде? Біріншіден, жаңа айттым, есептің шартын, мәнін терең түсіну керек. Биологиялық есеп па, экономикалық, техникалық сол саланы терең меңгеру керек. Одан кейін логикалық ойлау қабілеті болу керек. Міндетті түрде бұл шығармашылық қабілетке жатады. Одан кейін тәжірибеміз көп болған сайын, мол болған сайын біз осы проблеманы дұрыс қоя аламыз. Теңдеудің құру алгоритмі 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде есептің шарты беріледі. Екінші кезеңде параметрлерді сипаттаймыз, яғни тұрақты сандарды. Бұлар құрылымы мысалы тұрақты болады, мысалы. Одан кейін
айнымаларды сипаттаймыз. Ол процесті көрсететін айнымалар. Олар айнымалы, олар өзгеріп тұрады. Олар белгілі бір аралықта жатады, немесе белгілі бір жиында жатады. Мынау нақты сандар жиында жатады деген сөз. X, Y, Z. Бұлар соңғы әріптер, латын әріптер, ABC алдыңғы әріптері. Сосын осы шарт, есеп шарты бойынша айнымалар мен параметрлер арасында оларды байланыстырып біріктіру. Осыларды бір-біріне қалай байланысады? Неден не шығады? Соның бәрін біз біріктіріп шығуымыз керек, байланыстырып. Соңында осы байланыстарды негізге алып, оның математикалық моделін құрамыз. Яғни, оның функциясын табамыз. Теңдеу құруда мынандай тәртіп қолданады. Мынау алгебралық теңдеулерге қатысты тәртіп. Ол мынау қозғалыс бір қалыпты болу керек. Бір тәртіптен басқа тәртіпке өту үшін өту және жүру бағытын өзгерту уақыты өте жылдам деп санау. Міне осы екі шарт бұл именно статикалық процесті зерттейді. Егер динамикалық процесс болса, ол сол именно осы мынау өту аралығы разгонная характеристика маңызды болады да, ол дифференциалды теңдеумен беріледі. Мына жерде мен дифференциалды теңдеуді қозғап жатқан жоқпын, сондықтан біз өте бұл бір тәртіптен екінші тәртіпке өту кезеңін, жаңағы өтпелі кезеңді біз есепке алмаймыз. Өте жылдам деп есептейміз, ол сол үшін. Вообще есепке алмаймыз. Сосын мына қозғалыс теңдеуінде мынау теңдеу қолданады, S тең V. Сосын мүмкін болса координаттар осьтерін енгізіп процестің графигін сызамыз. Егер жұмыс көлемін есептеуде біз мынау формуланы қолданамыз. Ал егер қоспа зат құрамын есептеуде біз мынау проценттік үлестер формуласын қолданамыз. Солардың бәрін қосқанда 100% болу керек. Енді графиктік интерпретация. Біз теңдеуді құрамыз, мысалы, құрдық. Біз оның дұрыс па, бұрыс па, ол теңдеуді шешеміз. Егер ол теңдеу дұрыс құрылмаса, онда оның шешудің пайдасы жоқ. Және оның дұрыс екеніне көзіміз жеткізу үшін оны біз көрнекі түрде, бізге түсінікті түрде, логикаға жақын түрде оны интерпретация, яғни түсіндіруіміз қажет. Әдетте интерпретацияда графиктік интерпретация түрі қолданылады. Мысал ретінде, мына екі функция берілсін, f от x пен g от x. Екі функция, екеуі тең. Бұл теңдеу. f от x тең, мысалы, минус x квадрат, g от x тең, x минус 2. Осы екі функцияның осы екі теңдеудегі x айнымалысын табуымыз керек. Қалай табамыз? Мынау графиктік әдісті көрсетемін. Бірінші f от x функциясының графигін құрамыз, екінші g от x функциясының графигін құрамыз. f от x функциясының графигі мына жерде қызылмен көрсетілген, ал g от x ол көкпен көрсетілген. Сосын қиылысқан нүкте, мына жерде екі нүкте бар. Нүктелер ол берілген теңдеудің шешімі, яғни түбірі болып табылады. Мысалы, мына жерде парабола болып тұр және сызықтық функция. Екеуінің қиылысқан нүктелері А және Б. Осы нүктелер біздің теңдеудің, мынау теңдеудің түбірі болып саналады. Теңдеулер жүйесінің әдетте. Ол нәтижеде екі түбір бар, x1 және x2. Графикте x1 А-ға тең, x2 Б-ға тең. А минус 2-ге тең, Б 1-ге тең. Осы минус 2 және 1 теңдеудің түбірі болып табылады. Біз егер осылай көрсетсек, бізге көзімізге көрнекті, түсінікті болып табылады. Енді екі мысал келтіремін. Бірінші мысалда есептің шарты берілген. Екі жұмысшы бар. Бір ауысымда олар 72 өнім шығарыпты. Бірінші жұмысшы еңбек өнімділігін 15%-ке, ал екінші жұмысшы 25%-ке атқанда екеуі бірге 86 өнім шығарады екен. Әр жұмысшының осылай еңбек өнімін арттырса, әрқайсысы бір ауысымда қанша өнім жасай алады деген сұрақ, мәселе. Енді біз осы шарт бойынша біз жаңа алгоритм көрсеттім мен, біз параметр немесе айнымаларды сипаттаймыз. x1 бұл жерде параметр жоқ. x1 ол бірінші жұмысшының шығарған өнімі, x2 екінші жұмысшының шығарған өнімі. Параметр 72 мен 86 мен тұрақты сандар. 15, 25 дегендер параметр десек болады. Міне мынау x1, x2. Бұны біз
бердік, сипаттадық. Бұларды біз табуымыз керек. Енді теңдеу құрамыз. Теңдеуде x1 қосу x2 тең 72. Екеуі бірігіп 72 өнім шығарыпты. Белгісіз ол x1 x2, бірақ екеуін қосқанда 72 тең. 72 бұл жердегі параметр. Екінші 1/15 және бірінші жұмысшы 15%-ке еңбек өнімділігін артырса, яғни 115% деген сөз ғой. 100% емес, 115%, 1,15. x1-ге көбейтеміз, екіншісі 1/25, яғни 125%-ке артырса, онда екеуі бірігіп 86 өнім алады екен. Мынау біздің теңдеуіміз болып тұр. Енді мынау теңдеулер жүйесі. Тура сол. Бұл теңдеулер жүйесі сызықтық теңдеулер жүйесі. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесіне жатады. AX, B деген, яғни. Осы теңдеу жүйесін шешеміз. Теңдеуді шешуде біз алмастыру әдісін қолданамыз. Яғни бірінші x1 тауып аламыз. Алғашқы жүйеде x1 тең 72 минус x2. x1 тауып аламыз. Ол мынау. Одан кейін біз x1 тапқанда x2 арқылы өрнектеп, сол тек қана мынау теңдеуіміз, екінші теңдеуге x1-дің орнына x2-ны алмастырып, x2 мынау өрнекті қоямыз. Сонда екінші теңдеу тек қана x2-ге тәуелді теңдеу болып, бір айнымалыға ғана тәуелді теңдеу болып шығады. 1/25 x2 қосылған 1/15 көбейтілген 72 минус x2, 2 рет x2 тең 86. Енді мынау жақшаны ашсақ, мынау теңдеуді аламыз. Ары қарай ашсақ, мынандай болады. 0,1 көбейтілген 2 тең мынау. Кейін бұны x2 теңдеуді шешсек, x2 32-ге тең болды. Кейін x2 белгілі болғаннан кейін біз мынау теңдеудің орнына x2-ні қоямыз да, қойсақ, мынау теңдеуді аламыз. x1 тең 72 минус x2, яғни 72 минус 32 тең 40. Ол біз 32 мен 40 деген шешімді таптық. Бұл еңбек өнімділігі артпаған жағдайда. Енді арттырған соң, яғни 15%-ке көтерілгенде, екіншісі 25%-ке көтерілгенде, біз мына жерге қоямыз. Қойғанда 46 болды біріншісі, екіншісі 40. Екеуін қосқанда 86 болады. Енді біз интерпретация жасайық. Интерпретацияда бұлай болады. Мына жерде Python программасын пайдаланып тұрмын. Біздің еңбегімізді жеңілдету үшін, автоматтандыру үшін Python өте қарапайым. Осындай кішкентай кодпен біз теңдеуді шешеміз. Import NumPy библиотекасын қолданамын және matplotlib деген. Мына жерде A, B, теңдеуді біз жаңа бердік қой. Теңдеу мынау. Қайда? Мынау теңдеуді, AX тең B. Мынау A, X белгісі тең B. Бұл біз мұнаны матрицалық түрде жазамыз қазір. Сонымен коэффициенттерін жазамыз да, коэффициент 1-ге тең, x1-ке 1-ге тең, x2-ке де 1-ге тең, екінші теңдеуде x1-ке 1,15-ке тең, екінші x-ке 1/25-ке тең. Жазғанда A 1/1, 1/15, 1/25, B 72, 86. Табу керек x-ті. Мына жерде кері матрицалық әдіс қолданылады. Кері матрицалық әдісті осы мынау np lin alt solve деген процедура функцияға меншіктеп қойған Python'да. Оны тапсақ, сразу автоматически осының нәтижесін шығарып береді. X тең r 40-32. Мынау алғашқы қадам, осы жүйенің нәтижесі мынау. Енді интерпретация жасау үшін графиктік. Біз оның графигін сызамыз. Мына жерде төменде графигі тұр. Координата x тең 30 бен 50-дің аралығында, 30 бен 50 аралығында 2000 масштаб өте осындай параметрлер берілді. Енді мына бірінші теңдеудің сызығы, мына екінші теңдеудің сызығы. Бірінші теңдеуі ол x код, мына координата x ол мынау, ол өзі
72 алу x. Жаңа бірінші теңдеуде бағана көрсеттім, 72 алу x. Екінші теңдеуде 86 бөлінген 1/25 алу 1/15 бөлінген 1/25 көбейтілген x-ке. Мына екі функцияның f от x және g от x мына функция сияқты. Мынандай сияқты да. Екі функция f от x, g от x екеуінің теңестіріп. Сол сияқты екі теңдеудің функцияның графигін сыздым. Екеуінің қиылысқан нүктесі x болды. Ол 40-та 32 деген координатасы бар нүкте. Осы нүктені беріп тұр. Осы нүкте біздің теңдеудің шешімі, яғни түбірі болып саналады. Енді екінші мысалды келтірейін. Екінші мысал деген мысалда шарт мынандай. Барлық натурал 3 цифрлы сандарды табу керек дейді. 3 цифрлы, яғни 0-ден бастап 999-ға дейін. 1000 жатпайды. 0-ден 999-ның ішінде мынау шартты қанағаттандыратын сандарды табу керек. Бірінші шарт ол санның бірінші цифры қалған екі цифрлы қосындысынан 3 есе аз дейді. Ол міне. Санның бірінші цифры қалған екі цифрлы қосындысынан 3 есе аз. Екінші шарт, осы санмен және сол санның соңғы екі цифрын өзара ауыстырғанда пайда болған сан мен айырмасы 81-ге бөлінеді. Осы екі шартты біз математикалық тұрғыда жазып шығардық. Ол сан бізде 3 цифр болғаннан кейін 100 көбейту 1, екінші разрядтық, 3 разрядтық сан. Мынау 2 разрядтық 10 көбейтілген 2, и 1 разрядтық сан ол x3. Осындай түрде 3 сандар табуымыз керек. Бірінші шарт бойынша бірінші цифр қалған екі цифр қосындысынан 3 есе аз. Яғни 3 есе аз дегенсе 3-ке көбейтсек ол санды. Мына қалған екі санның қосындысына тең. 3x1 тең x2 қосу x3. Бірінші шарт ол оңай. Екінші шарт, осы санмен және сол санның соңғы екі цифрын өзара ауыстырғанда дейді. Осы сан, тура осы сан 100x1 плюс 10x2 плюс x3 алу. Жақшаға 100x1 минус 10x. Мына жерде екеуінің орнына ауыстырып жіберген. 10x2 емес, 10x3 қосу x3. Мына 10 x3-ке қатысты болды да, ал x2 мынау өзі қалды. Мына жерде жақшаны ұмытып кеттім ғой мен. Екеуінің жақшасы бар. Мынадан аламыз мынаны. Сонда осы екеуінің айырмасы 81-ге бөліну керек. Мына жерде жақшаны ұмытып кеттім. Міне осындай санды табуымыз керек. Бұл есептің берілгені. Енді осы берілген бойынша теңдеу құрамыз. Бірінші теңдеу уже құрылып тұр. 3x1 тең x2 плюс x3 деген құрылып тұр. Мына екінші теңдеу сәл күрделірек. Екінші шарт бойынша мына жерде дұрыс, мына жерде қателесіп кеттім. Мына жақша қалып тұр да. Мына бірінші сан, мына екінші сан, екеуін айырамыз. Екеуін айырып, мына жақшаны ашсақ, мынандай санға тең болады. Сосын бұны өрнектесек 9 жақшаның сыртына шығады, яғни 9-ға еселі. 81-ге бөлінеді деген сөз, міне 9 как раз 9-ның квадраты 81-ге тең. Яғни x2 алу x3 саны 9-ға бүтін бөлінеді дейді. Мына екеуінің айырмасы 9-ға бүтін бөлінеді дейді. Енді екі жағдайды теңдеулер жүйесін құрып жатырмыз ғой. Бірінші, x2 минус x3 тең 0, және x2 минус x3 тең 9-ға. Мынадан 2 теңдеу шығып тұр ғой. 0-ге тең, мынадан екеуін 0-ге тең, және 0-ге тең емес. Кейін осыны біз осыдан бір теңдеу жүйесін алсақ, бірінші шартты қойдық, 3x1 тең x2 плюс x3, астында ол мынау. Екеуі бір жүйе болды. Төртінші теңдеулер жүйесі. Келесі теңдеуді шешу. Шешуде де біз осы алмастыру әдісін қолданамыз. Міне, бірінші сан x1 тең. Біз мынау теңдеуді шешсек,
мына теңдеуді шешкенде тура алмастыру әдісін қолданып шешеміз. Сол кезде біз мынандай жауап аламыз. Бірінші сан ол x1 тең 2-ге, x2 тең x3-ге, яғни 0 болған кезде мынау қанағаттану үшін екеуі тең болу керек қой. Екеуі тең болса ғана 0 болады. Сондықтан мына жерде екеуі теңестіргеннен x2 x3 тең 3-ге тең. Ал мынау 2-ге тең. Неге x1? x1 мына жерден алынады. Міне мына жерден алсақ, мына екеуі 3-ге тең болғанда қазір көреміз. x2 x3 екеуі де 3-ге тең болса, міне 3 қосу 3 6 болады. Енді 6-ны 3-ге бөлсек, x1 тең 6 бөлінген 3. Сонда x 2-ге тең болады. x1 2-ге тең. Сонда 3 цифрлы болғаннан кейін 233, 2, 3, 3. Келесі, екінші сан. Екеуі де 6-ға тең болғанда дейді. Мына екеуі де 6-ға тең болғанда, онда тура жаңағыдай есептеп біз x1-ді 4-ге тең екендігіне көзіміз жеткіземіз. Сонда 466 деген сан. Үшінші санда екеуі де 9-ға тең. Белгілі мәселе. Мына жерден мынау теңдеуден 9 екені, 9-дан 9-ды алсаң 0 болады. Сол ғой. 9-ға тең екенін мына жерден көзіміз жеткіземіз. Сөйтіп 9 болса, x1 6-ға тең. Себебі міне. Мынау 9, 9, 18, 18 3-ге бөлсек 6 болады. Міне 6-ға тең. Үшеуін таптық. Енді екінші жағдайды қарастырамыз. Мына жер бірінші жағдайда мынау 0-ге тең еді. Екінші жағдайда екеуінің айырмасы 9-ға тең. Себебі мына жерде 9-ға бөлінеді деді ғой. Мынау ғой. 81-ге бөлінеді деді ғой. Осы. Екеуінде мынау. Бұл жағдайды, бұл теңдеуді шешсек, бұда x2, x3 екеуі бір-біріне тең емес. x1 3-ге тең, x2 9-ға тең, x3 0-ге тең. 9-дан 0-ді алсаң да 9 болады. 9 бен 0. Мына жерде 9-ға 0-ді қоссаң 9 болады. 9-ды 3-ге бөлсең 3 болады. Міне сөйтіп біз 4 санды да таптық. Олар 233, 390, 466 және 699. Бұл теңдеулерінде графигін сызуға болады, бірақ ол x, y, z 3 айнымалы болғаннан кейін бұл жерде кеңістік болып кетеді. Бірақ тура осылай сызылады. Үйге тапсырма. Есепті қою қиын ба, немесе есепті шешу қиын ба? Және неге? Осыны ойланып келіңіздер. Келесі сабақта айтамыз. Есептің шарты мынандай. Асқар тауар әкеліп, оны сатудан 60% пайда тапты. Егер ол осы тауарды 20 000 теңгеге сатып алып, сондай бағамен сатқанда, одан 72 000 теңге пайда табар еді. Асқар тауарды қанша теңгеге сатып алды? Сатып келді. Мен осыны үйге тапсырма ретінде берем. Бұл проценттік негіздегі сызықтық теңдеу, алгебралық теңдеу құрылады. Қандай кітаптар қолданылады? Мен көбінесе Сканавидің кітабын қолданам. Өте керемет күшті кітап. Ішінде 2,5 мың есеп бар. Соның 1,5 мың есебінің нәтижесі, жолы көрсетілген. Одан кейін мынауда күшті репетитор по математике дегенде кітап өте жақсы. Сосын Қазақстанның екі кітабы, ұбт-ға дайындық, ұбт математика. Мынау болашақтағы сборник тестов. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі кездескенше жақсы болайық.